Сәлем достар, бүгін біз PokerDom платформасына шолу жасаймыз. Сайттың өзін көріп, қандай ойындар бар, қандай слоттар бар, осын бәрін көріп, депозитті қалай шығаруға болады, осын бәрін көріп өтейік достар. Ал қазір экранда QR-код шығады. Осы QR-кодты камераңызбен сканировать етіп өтсеңіз, дәл осы сәтте сайтқа өтуге болады. Оған қоса видеоны астында сілтеме қалдырамыз. Осы сілтемені бассаңыз, тағы да осылай PokerDomға өтуге болады. Оған қоса мен сізге сыйлық жасағым келеді, сондықтан сіздерге промокод сыйлаймын. Осы промокодты PokerDom сайтына жазсаңыз, сізге бонус түседі. Ғажап, иә? Енді достар, сайттың өзін көрейік. Мысалы, топ деген мына жерде новый, рекомендованный, лайв дилер деген әртүрлі вкладкалар бар, иә? Оны басып көрейік. Топты бассақ, бұл жерде ең түсінікті, бұл жерде ең қызық, көпшілікке ұнайтын ойындар болады, да? Мысалы, Multifly, Lord of the Seas деген. Бұл жерде енді қызығы суреттері әдемі, да, анимациясына қарасаңдар өте бәрі ғажап күшті болып көрініп тұр, прям өзім көзім қызығып жатыр дәл қазір. Жарайды, новыйға бассақ, жаңа ойындар шығады. Жаңа ойындар, жаңа сюжеттер, жаңа слоттар мысалы, да. И осы новыйды бассаңыз, мүмкін сіз бір ойынды табасыз, и ол ойын сізге прям соншама ұнап қалады, что сіз күніге ойнап жүресіз деп. Осындай мүмкіндік бар, да. Енді рекомендованный бассақ, бұл жерде біздер сияқты ойыншыларға ұнайтын ойындар шығады. Лайв дилері деген бар. Лайв дилері бұл жерде мысалы сізге осы крупье, түрі адам крупье керек болса, бұл жерде прямой эфир, трансляция болады. Прям өзіңіз нағыз Лас-Вегаста отырған адам болып сезінесіз негізі. Өте қызық, азарт, прям негізі. Мен өзім Monopoly Life дегенді ойнаймын кейбір кезде. Так, хорошо. Бәрімізге ұнайтын слоттар бар. Egypt Fire, Power Storm, өте қызық. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, слоты деген это нағыз казино, бұл жерде әртүрлі сюжеттер бар. Клеопатра болсын, да, там жоқ пират болғыңыз келе ме, енді өзіңіз таңдайсыз, да. Болмаса мүмкін сіз Қытайдағы кунг-фу мастер болғыңыз келсеңіз де, осының бәрі осы слот жақтарда бар. Быстрые игры деген енді түсінікті жылдам ойындар, иә? Бұл жерде тез ойнап, тез ақшаны көтеріп, куш жасауға ойнайтын ойындар ғой бұл жерде. Мысалы, авиатор деген бұл ойынды бүкіл әлем біледі. Айтпақшы краш игра деген бар. Осы мен де көріп тұрмын, көпсілер ойнап жатыр. Осы ойында быстрые игры деп аталады. Осы вкладкаға жатады. Столы дегенді бассақ, столы бұл енді картамен ойнайтын ойындар, мысалы покер, блэкджек. Мен өзім мысалы покер дегенді жақсы көрем. Білмеймін, маған ұнайды осы адамдармен отырып, қолымда түк болмаса да, ешқандай корольді, ешқандай комбинация болмаса да, өзінше болып отырып, андай как будто андай бүкіл all-in қойып ойнайтын мен өзім жақсы көрем. Өмірде де ойнауға, кейбір кезде, и осы жерде де ойнауға маған ұнайды. Жарайды, скретч карты деген бар. Ойын қараңыз, мына жерде сразу лепрекон шығып тұр қарап бізге. Қасқыр бар. Өте қызық екен. Жарайды. Енді PokerDom сайтын ең төменіне түссек, бұл жерде тағы да вкладкалар бар. Мысалы, новости деген. Бұл жерде жаңалықтар, әртүрлі, мысалы, жаңа обновлениялар шықса, да, болмаса, енді ивент деген бар, ол біздің қазақша дегенде той дегендей, бірақ енді той емес, енді әртүрлі сондай қызық ойындар шыққанда осының бәрі осы новостида болады. Акция деген енді түсінікті, осы ойындарда қандай бір бонус алғыңыз келсе, болмаса әртүрлі қызықты сондай акциялар болады. FAQ деген бұл жерде, мысалы сізде бір сұрақ болса да, басқа адамдары 100 адам осы сұрақты сұраған, да, это 100% ғой. Осы сұрағыңызды іздеп атсаңыз, осы жерге басасыз, оқисыз, ол жерде бәрі жазылып тұр. Ойын туралы, болмаса сайтта бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, осы FAQ-ға өтсеңіз болады. Слоты лайв дилері, бұны біз білеміз. Кейін қараңыз, безопасность деген бар, иә? Бұл жерде, мысалы, сіздерде күмән болса да, бұл негізі вообще официально ма, бұл тасты лақтырып кетпей ма дегендер бар ғой, ондай адамдар бар, қорқатын, күмәндайтын. Солар үшін осы жерде
солай сіз күмәнданып жүрсеңіз, осы жерге көріп документтерді оқуға болады. Өйткені Покердом ол лицензированный платформа, да, то есть ол официально регистрациясын жасаған уже. Вот. Что бұл жерде бәрі бар, көріп, уже күмәніңізді қойып, рахаттанып ойнай бересіз, да? Мысалы, күнде болса. Жарайды, қараңыз, контакты деген. Контакты это мысалы сізде сайт туралы болмаса, ойын жайлы сұрақтарыңыз болса, сіз мысалы FAQ-ға кірдіңіз, ол жақта сіздің сұрағыңыз жоқ, жауап жоқ болса, сіз напрямую тура өстіп жазсаңыз болады. Қараңыз, мына жерде жасыл задать, вопрос деп жазылып тұр, да? Осы вкладканы бассаңыз, сізде 3 вариант шығады, қараңыз. Онлайн чат, телеграм, отзывы. Онлайн чатты басып көрейік, не болады екен? Бұл жерде помощник Покердом деп шығады. То есть, осы көмекшісіздің, да? Сіз бұл жерге сәлем, қалайсың, кеттік қыдырайық деп па, жоқ, әрине, қаңғырмаймыз ба деп жазбаймыз, әрине. Осы жерге сұрақ қойсаңыз, сізге осы көмекші Покердом сразу жауап береді, сол уақытта жауап береді, бәрін сізге түсіндіріп береді, көреді, қай жерде не болып тұр, осының бәрін осы жерден сұрауға болмайды. Осының бәрін осы жерден сұрауға болады. Телеграм деген бар. Кейбіреулерге телеграмға жазу ыңғайлырақ болады, иә, сол жерде осы телеграмды бассаңыз болады. Отзывы деген, ол сіз өзіңіздің пікіріңізді жаза аласыз, мысалы. Маған осы ойын ұнады, негізі осындай, бірақ мысалы маған осы анимация сәл біртүрлі болып қалды десеңіз, да, или болмаса там сөздері көрінбей тұр, шрифті кішкентай деп ойлсаңыз, осы жерге жазуға болады. Ойынды жасайтын адамдар осы Покердом платформасы оқып, олар сіздің пікіріңізді оқып, тоже сізге көмектеседі, болмаса сол өзгертеді, өзгерістер енгізеді. Енді платежные методы деген бұл жерде түсінікті, иә, әртүрлі банковский карталар, виза, СПБ, оның бәрін қазір сәл кешірек айтам. Провайдеры деген бұл осы ойын, сіздер ойнап жатқан ойындардың провайдеры деген бұл сіздер ойнап жатқан ойындардың разработчиктері, иә, өте әртүрлі. Қараңыз, Big Gaming, мен білемін осы Big Gaming деген, мен солар туралы бір нәрсе көргенмін, есімде жоқ, бір қызық нәрсе болған. Жарайды, енді депозит деген вкладканы басайық. Қараңыз, не шығады бұл жерде? Банковские карты, Билайн, Актив, Теле2, Алтел, Киселл, бұның бәрі біздің ұялы операторлар, иә, ұялы телефон операторлары бар. Тағы да биткоин, эфириум деген, осы сіздер биткоинмен мысалы төлегіңіз келсе, осы жерге қайсысын таңдағыңыз келсе, лайткоин, қайсысын таңдасаңыз да болады. Өте көп варианттар бар. Бұл, значит, қараңыз, мына жерде депозит деп жазған кезде, бұл жерде сіз ақшаны кіргізесіз, енгізесіз, да, өзіңіздің депозитіңізға. Ал выплаты дегенді бассақ, бұл жерде уже сіз ақшаны өзіңізге шығарып алам десеңіз, болды, мысалы, ұтыс жасадыңыз, күшті, зор, бүгін барам, қыдырам десеңіз, осы жерге басып, виза бар, тура дәл солай ғой, қалай енгізуге болады, солай да шығаруға болады. Там биткоин, әртүрлі карталармен, биткоин, веб-мани, қандай кошелек сізде бар, қай жерге шығару десеңіз, осы жерден шығаруға болады. Жарайды, енді мынау подарочек деген қараңыз, сыйлық сияқты әдемі бір вкладка бар екен, басып көрейік. Бұл жерде не? Ең бірінші біз көріп отқан нәрсе использовать промокод деген. Мен жаңында видеоның басында сізге промокод бердім ғой. Соны алып осы жерге енгізсеңіз, осы жерге жазсаңыз, сізге бонус түседі. Оған қоса қараңыз, welcome бонус деген бар. Ол мысалы андай да, қонақ жайлы екен да бұл платформа бізде. Сіз бірінші рет кірсеңіз, сізге бір бонус түседі. Бұл жерде негізі бәрі түсінікті, қараңыз, бүйтіп қарасаңыз да, бәрі түсінікті, жазылып тұр. Және де осыған кіріп тұрсаңыз, әртүрлі қызық акциялар, бонустар болады. Что кейбір кезде кіріп тұрыңыз. Оған қоса өте маңызды нәрсені айтқым келеді. Мысалы, сіз ақшамды шығарам десеңіз, 500 мыңды ұттыңыз, болды, осы 500 мыңды картама алып шығарам десеңіз, сіз верификацияны өту керексіз. Ол не верификация деген? Ең маңызды нәрсе, ақшамды шығарам десеңіз, мысалы, сіз болды, ұттыңыз, 500 мыңды мысалы өзім картама алып шығарам десеңіз, верификацияны өту керек. Верификация деген, ол сіз 18 жасқа толдыңыз деген гарантия береді, да, өйткені бұл бәрі официальный, бәрі заңға сайды.
жарайды, міне маған өзіме осы покердомда ұнайтыны, оларда осы дизайнерлер өте күшті, негізі күшті суреттер жасайды. Бүйтіп қарасаңыз да, ана анимированный болғанда қызық, прям ана қарашы, көзін жарқырап маған қарап отыр ғой, кір маған деп. Жарайды. Сондықтан достар, осы покердом платформасына кіріп, тіркеліп ойнаңыздар. Әрине өзіңіз оны қаласаңыз да, бірақ мен ойлаймын, сіз осы видеоны көріп отсаңыз қалайсыз ау деп өзім палашып отырмын негізі. Солай, өте әдемі, рахат, ойнап осы тіпті Лас-Вегаста отырғандай болып өзімді сезінем кейбір кезде осы жерде. Жарайды достар, үлкен рахмет. Өзіңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бәріне жауап береміз. Сау болыңыз.